Баланың температурасын қай кезде түсіру керек? 38,5-ті күтіп отыруымыз керек па? 39-да түсіреміз ба? Қашан түсіреміз? Каналыма жазыл, қазір мен сіздерге айтып өтемін. Баланың температурасы 37,5 болса, 38 болса, бірақ баланың жағдайы ауыр болса, бала басын көтермейді, бас ауырады, бұлшық еттері ауырады, әлсіз, бұрынғыдай ойнамайды, я? Бала егер жатып, әлсіреп жатса, өзін бала нашар сезініп жатса, сол кезде баланың температурасын түсіреміз, қанша көтерілгеніне байланыссыз. Сондықтан баланың жағдайына қараймыз. Және де егер мысалы бала неврологиялық аурулармен, жүрек ауруларымен, аутоиммунды аурулармен, онкологиялық аурулармен егер доучетта тұратын болса, 37,5, яғни 38-де де баланың температурасын түсірген жөн. Себебі бұл аурулармен тұратын балалар температураны көтермейді. Өздеріңізді қорғаңыздар. Оның алдындағы видеода температураны қалай түсіру керек, не істейміз деген сұраққа жауап беріп өттім. Сондықтан каналыма жазылып, жаңағы видеоны көріп, егер пайдасы тисе, пайдасы тиеді деген адамға жіберіңіздер. Мен Қазақстан азаматтарына көмектескім келеді. Сіздермен болған Бегім Талапқызы.